Достар, сәлем. Қысқа осындай лечо жауып тастадым. Және рецептмен сіздермен де бөліскім келеді. Соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Жалпы бұл рецепт тексерілген және 100% шығады. Ащы бұрышты және сарымсақты дәл солай ет тартқыштан өткіземіз. Жалпы қызанақтың ортасында өткізіп жіберген дұрыс, сонда дәмі жақсы болып араласады. Өз кезегінде банкілерімізді залалсыздандырамыз. Егер менде уақ банк және осылай көп мөлшерде болса, осылай духовкаде залалсыздандырамын. 150 градуста ортасына азғантай су құйып. Болгар бұрышын осылай 4 пішті кубиктап турап аламыз. Жалпы сопағынан әдемі қылып та турауға болады. Ал мен осылай тураймын, жеуге ыңғайлы болады деп. Болгар бұрышын турап болдық. Енді бізге 70% уксус, сұйық май, тұз және қант қажет болады. Қызанақтарымыз қайнап жатыр, орташа отта. Бетіндегі көбігінің барлығын алып тастадым. Енді қайнаған мезгілде болгар бұрышын түгелімен салып жібереміз. Үстіне қант, тұз және сұйық майымызды бірден құйып жібереміз де, жақсылап тұрып араластырамыз. Қайнап кеткенше отты астын ашып, ал қайнағаннан кейін орташа отта бір 30 минуттай пісіреміз. 30-35 минут болгар бұрышы жұмсарғанша пісіреміз. Және 70% уксусты құямыз да, отты бірден сөндіріп, банкілерімізге құямыз және бірден жауып тастаймыз. Барлық банкілерімізді осылай толтырып, қақпағын жауып, төңкеріп, жылы көрпешенің астына тез суып кетпейтіндей етіп, қаптап, бір күн қоямыз. Берілген мөлшерлемемен барлығы 6 литрдің үстінде лечо шықты. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Қыста кез келген тағаммен қосып жесеңіздер, тәбеттеріңізді ашады. Достар, егер видео ұнаса, маған лайк, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Ас болсын.